Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі оқылатын лекцияның тақырыбы Абай және Шәкәрім тілдік параллельдер деп аталады. Бірден айта кету керек, қазақ әдеби тілінің тарихы 15 ғасырдан бастап 20 ғасырдың басына дейінгі аралықта өте жақсы зерттелді. Оған өздеріңіз білетін академик Рәбиға Сыздықтың, Баба Шәкәрім, Сәрсен Аманжолов, Сағынбаевтың тағы басқа ірі Сейдел Саев сияқты ғалымдардың еңбектерімен белгілі болды. Енді саяси себептерге байланысты өткен ғасырдың бас жағынан бастап бізде қазақ әдеби тілінің тарихында ақтаңдақ кездер басталды. Ақтаңдақ кездерге енді жатқызудың себептері белгілі, мен оларды қайталап айтып жатпай қояйын. Сондай ақтаңдаққа ұшыраған авторларымыздың, тілдік тұлғаларымыздың бірі Шәкәрім екені белгілі. Шәкәрім, жалпы Шәкәрімді не үшін оның шығармаларын және оның шығармаларының тілін не үшін зерттеу қажет дейтін болсақ, Шәкәрім бізде әдеби тілдің тарихы, жалпы тілдің тарихы дейтін мәселе бар. Сол әдеби тілдің тарихындағы Шәкәрімнің Абай секілді орнын анықтау қажет. Және Шәкәрім қаншалықты дәрежеде қазақ тілінің лексикалық қорын байытты, әдеби тілдегі орны қандай болды, әдеби тілдің қандай стильдік тармақтарын жетілдіруге атсалысты, Шәкәрім тілі арқылы қазақ тіліне қандай тілдік бірліктер белсенді бола түсті, ол енгізген қандай метафоралар бар, қандай тілдік қолданыстар бар, немесе лексикалық қордың қай қабаты белсенді бола түсті, қандай өзгерістер енгізе алды дейтін мәселені біз шешіп алуымыз керек, сонда ғана әдеби тілдің тарихы толыққанды болады біз үшін. Енді Шәкәрімді біз Абай секілді лексикалық қорды байытқан тілдік тұлға ретінде көреміз. Оған себеп ең бірінші кезекте Дулат сияқты, Шал ақын секілді мұсылмандық сауаты болған Бұхар жырау сияқты Шәкәрім де белгілі бір дәрежеде оқыған, сауатты болған адам, сондықтан оның өзі айтқандай надандық жаман ғой, оқыған адам ғой, ізденіп көріңіз, ғылымды заман ғой дейтін сөздер куә. Оның тілінде кездесетін, мен басқаны айтпай қояйын, кейін басқаларына тоқтала жатамыз. Жер жүзі халқы, қазіргі жер жүзі дейтін тіркес бізде қолданылады. Пайдасыз шығын, экономикаға байланысты. Енді дәл экономикалық термин ретінде қолданбағанмен, осы тіркесті ол кісі пайдаланған. Қалалық жер дейтін, ойы шарттық, ұлығын су, әскер, үкімет, жер тәңір су, кеме, желқайық, автомобиль, заң үйрету, жазба сияқты жазба стильге тән сөздердің барлығы біз Шәкәрім шығармаларынан кездестіре аламыз. Енді Шәкәрімдің тілін білу үшін алдымен Шәкәрім шығармаларының ақталғаннан кейін бірнеше басылымы шыққанын біз білеміз. Сол Шәкәрім шығармаларының бірнеше басылымын ақырын ғана салыстырып көрейік. Біріншіден, мынау экранда тұрғандай жазушы баспасынан шыққан кітапта саяси мақсаттағы ауытқулар кездеседі. Мысалы, Құдай, Алла дейтін сөздерді басқаша қолданған. Бір Құдай барша жанға рахмет дейтін жолдардағы Құдайды табиғат барша жанға нәсіп етті деп өзгерткен. Немесе сөйтсе де адам көзі тоймайды, Құдайым берсе дағы, қанша несіп жолындағы Құдайым сөзде өзгертіліп, қарекет берсе дағы деп өзгерткен екен. Алла сөзінің орнына көбінесе алал сөзін қолдану кездеседі. Шәкәрімнің 1988 жылғы жазушы баспасынан жарық көрген шығармаларының жинағы, Жалын баспасынан шыққан өлеңдері мен поэмаларының жинағы, 2003 жылғы Атамұра баспасынан шыққан Қазақ айнасы, Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінен шыққан шығармаларының жинағында бірнеше біз ерекшеліктерді
өзгерістерді, ауытқушылықтарды, өзгешеліктерді байқадық. Мысалы, мен мына экрандағыларды қайталап айтпай ақ қояйын, уақыт өткені өте тығыз, айтайын деген нәрсе көп. Бұл жерде айту керек, барлық шығармаларға, басылымдарға ортақ нәрсе фонетикалық, лексикалық өзгерістер, сөздердің ауыстыруы, тақырыптардың ауысып кетуі, өлең құрылымының бұзылуы, бір өлеңнің бір шығармада басы, бір шығармада аяғы жоғалып кетуі дейтін сияқты селкеуліктер өте көп. Мысалы, мынау жазушы баспасынан шыққан жинақта сен ғылымсың дейтін өлеңде жан жинағындағы атауы насихат болып өзгерген. Бұндай өзгешеліктер өте көп. Мысалы, жазушы мен жалындағы екі баспадағы бір шумақ өлеңінің арасындағы өзгешеліктерді өздеріңіз байқап көріңіздер. Қыз үшін түнде келгенде тілеп тілек берсін деп, кіргенде барып есіктен бір сүйіп алып тамақтан дейтін өлең, қыз үшін түнде кезгенде, келгенде емес, кезгенде, тілеймін тілек берсін деп, тілепті емес, бергенде еріп есіктен бір сүйіп алсын тамақтан деп өзгерген екен. Немесе тізеңді бүгіп ие алмай дейтін жолдар, киімін жөндеп кие алмай. Тағы басқа, ет жеген сайын қақалып, әз өлімге тақалып, ет жеген сайын қақалып, аз өлімге тақалып. Немесе 60-тан әрі бармаңдар, байқамай шал болып қалмаңдар, 60-тан әрі бармаңдар, аңдамай шал болып қалмаңдар деп өзгертілген екен. Бұндай ауытқушылықтар жазушы мен жалын баспасындағы мына экранда тұрған сөздерден анық байқалады. Мысалы, әділетті ғаділетті деп беру, бір ізге түспеу, бір билікті бар билікті деп беру, немесе нәпсі ұнаса, нәпсі ұнатса, аса мықты жан шығып көзге тымақ, немесе аса мықты жан шығып көзден тымақ, Құдай кешір алда дегенді Құдай кешір алла деп беру, оңалмастай өкпеден бір ат алмақ, оңалмастай деп біріктіріп тастау сөздерді. Осының канондық текстінің қайсысы екенін анықтау өте қиын. Тағы да өзіме дейтін өлеңімде де шіміркенікті жиіркенік деп беру, кетедіні кейді деп беру, сен өзгердің де өзің кездің деп, еңбегіңді еңбектің деп, елімді өлім деп беру. Тағы басқа ерекшеліктер өте көп. Бұны ерекшелік дегеннен көрі ауытқушылық деген дұрыс шығар. Бұның барлығы шәкәрім қол жазбаларының біздің қолға еркін тимеуінде жатыр. Мысалы, Атамұра Павлодар қаласынан шыққан жалын мен жазудан жарық көрген басылымдарда шумақтардың саны де өзгерген. Бірде 10, бірде 9 болып беріліп жүр. Немесе мынау жалын мен жазушы баспасынан шыққан басылымдағы қазақ дейтін тақырып, өлең қойылған тақырып, жалын баспасынан шыққан шығармалардың жинағында басқаша аталады да, соның сол өлеңнің ішіндегі өзгешеліктердің өзі өте көп. Бұның барлығын санамалап отыру үшін кәдімгідей текстологиялық зерттеулер керек. Менің айтайын дегенім, бұл жерде кеше ғана өткен шәкәрім шығармалары қазіргі кезде дәл осындай ауытқушылықпен жарық көріп жататын болса, болашақта біз шәкәрімнің өз сөзіне ие бола алмай қаламыз. Сондықтан алдағы уақытта жас зерттеушілерге айтайын дегенім, осындай текстологиялық зерттеулер мен шәкәрім шығармаларында бір қалыпқа бір ізге түсірілу керек. Оның канондық немесе факсимилелік мәтіндері міндетті түрде қалпына келтірілу керек. Бұл шәкәрім басылымдарына байланысты. Енді Абай мен шәкәрімнің қандай тілдік ұқсастықтары бар? Мен алдымен жалпы сипаттамасына айта кетейін. Біріншіден, бұнда тақырыптық ұқсастық бар, себебі шәкәрім де Абай да алдыңғы дәуірлердегі жыраулар секілді кәдімгі тұрмыстық, ел ішіндегі мәселелерді емес, насихаттаған кезде философиялық тұрғыдан адамзаттық мәселелерді көтереді де, бұл шәкәрім мен Абай өлеңдеріндегі
ортақ лейтмотивті тудырған екен. Екеуінде де мысалы шәкәрімде жаңағы ғылымға дейтін, ғылымға шақыру, оқу білімге шақыру болса, Абайда да ол бар. Ол шәкәрімнің өлеңдерінен де, Абайдың өлеңдерінен де байқалып тұрады. Бұл сонан кейінгі мәселе шәкәрімде де, Абайда да адамгершілік, мораль проблемасы, өмір сүруге шақыру, насихаттау, тазалықты канондық биікке шақыру сияқты мәселелер өте жақсы көтерілген. Бұл олардың шығармаларындағы кейбір тілдік ұқсастықтар тудырған. Келесі ұқсастық деуге болады, Абай мен шәкәрімге ортақ, ол екеуінің де аудармамен айналысуы. Сол шығармаларды аудару барысында көптеген өте жақсы, ұғынықты, түсінікті, өміршең баламалар дүниеге әкелген. Мысалы, шәкәрімдегі тәпсірші, қастауыш, аяқшы, шарап құюшы деген мағынадағы пәнші, пәншілдік дейтін сөздер өте философиялық мәні бар, немесе философия ғылымында қолдануға болатын сөздер, әсіресе пәнші мен пәншілдік. Теологияда қолдануға болатын сөздер. Содан кейін бұлардың тіліндегі екі мықты ақынның тіліндегі тағы бір ерекшелік, бұларда қосымшаларды жандандыру, әсіресе ш, лық-лік сияқты қосымшаларды, лық-ліктің абстрактілі сөз тудыратын қасиетін өте жақсы пайдалану бұлардың тіліндегі ұқсастықтар тудырады. Бұл келесі бұл тақырыптарындағы ұқсастықтар, бағана айттым ғой, нақты қандай ұқсастық десеңдер, негізінен абстрактілік ұғымды білдіретін сөздерден тұрады тақырыптары. Мысалы, тау басындағы ой, жан мен дене һәм көңіл, көңіл, ашу мен ынсап, дүние мен өмір, қорқыттың сарыны, талап пен ақыл, адамның еркі қайда деп дейтін сияқты, ақылдың жауы дейтін өлеңнің тақырыптары Абай өлеңдерінің сарындас екендігі көзге көрініпті. Себебі бұл ақын әрі субъект ретінде шәкәрімнің ой өрісі Абайдың ой өрісімен өрістес болып жатыр. Сол сияқты Абайдың тақырыптарында Абайға еліктеуден, шәкәрімнің өлеңдерінде Абайға еліктеуден туған өте көп сөздер осы тақырып таңдаудан бастап келген сияқты, шәкірті ретінде Абайдың ізін әрі қарай жалғастырушы, жолын әрі қарай жетілдіруші шығармашылық тұлға ретінде оны бағалау керек. Мысалы, ақыл, талап, терең ой, қанағат, рақым, ойлау, білімсіздік, надандық, адамгершілік, ынсапсыздық, қадір қасиет, сый дейтін сөздердің барлығы бұл Абай мен шәкәрім арасындағы байланысты көрсетеді. Сол сияқты мен бірден айта кетейін, шәкәрім тілін талдағанда Абайдың алдындағы дулаттан да аттап кете алмаймыз. Бұл үш адам бір үштік, бір керемет, бір талантты, талапты адамдардың үштігін құраған шығармаларын дүниеге әкелген кезде. Оған бірнеше себептері бар шығар, олардың үштік құруының, соның ішіндегі ең негізгі себебі олардың бір өмірден шығуы деп айтар едім. Сонымен бірге, енді осы ұқсастықтардың негізінде, әрине ұқсастықтар көп, мен оларға тоқталамын. Мынандай жазба дәстүрді жетілдірген адам ретінде шәкәрімді бағалай отырып, Абай мен шәкәрімде ортақ мынандай тілдік ерекшеліктерді жалпылама сипатын атап келіп отыр. Тақырып таңдау, қоғам, әлеумет мәселелерін арқау етіп тақырыпқа, адамзаттық проблемаларға бару, жаңа сөздердің абстрактты мағыналы түрлерін көп жасауы, ақиқат дүниенің немесе реалды дүниенің бейнесін суреттеуі, табиғатты, табиғи суреттеу басын, оның тарихи кезеңдерге қарап отыратын болсақ, алдыңғы дәуірдегідей гиперболизация дейтін мәселелер бұлардың өлеңдерінде жоққа тән-деуге болады. Сөздердің тіркесуінде бұлар ерекше тіркестер жасаған, іштей семантикалық әсерлесуден туындаған метафоралары өте көп. Олардың барлығы дерлік жазба дәстүр үлгісінде жасалған. Себебі екеуінде де
абайдан басталатын орыс тілінің үлгісімен жасалған жаңағы суық ақыл сияқты тіркестер, метафоралардың кездесуі бұлардың табиғатының, тілдік табиғатының ортақтығын көрсетеді. Тілдік модельдер, бұл тілдік модельдерді осы өздері ерекше жасаған тілдік модельдерін өзінің шығармаларында олар пайдалана алды. Енді шәкәрім әрине бізде софылық философияның өкілі ретінде танылады. Бүгінгі заманда енді ол теолог па, теологияның нысаны болу керек пе шәкәрімнің өлеңдері дейтін мәселеге келетін болсақ, ол шәкәрімнің өлеңдері, мен өлеңдері туралы айтып отырмын, шәкәрімнің өлеңдері теологияның тікелей зерттеу нысанына жатпайды, керісінше шәкәрім өлеңдері діни сарындағы көркем шығармаларға жатады. Ол қандай ерекшеліктерді әкелді, діни лексиканы қалай толықтырды дейтін мәселеге келейік. Біз білеміз, Абайдың қара сөздерінің ішінде де діни сөздердің көп кездесетін, ал енді шәкәрім циклды өлеңдерін бұл дін мәселесіне арнаған ақын. Соның ішінде шәкәрім ол сөздерді қалай сөйлетті дейтін мәселе, тілдің тазалығына қандай әсерін тигізетін болсақ, шәкәрім шамасы келгенше жаңағы араб парсы тілінен енген сөздерді немесе діни лексика қабатына жататын сөздерді алдымен фонетикалық дубликтермен қолданған, негізінен қазақ сөздерімен қолданған. Мысалы, қазақ сөздерін қолданған. Мысалы, өмір, ғұмыр, ғылым, ілім, халал, адал, алал, харам, арам, ғаділ, әділ дейтін шәкәрім өлеңдеріндегі сөздер осыған тікелей дәлел бола алады. Әрине, сопылық, аскеттік сарын шәкәрімде басым. Соған қарамастан, енді шәкәрім діни сөздерді жақсы қазақыландырған. Мысалы, адамды сүй, Алла сүйсең, адамды сүй дейді. Молданың ісін қылма, айтқанын қыл. Молда дейді, молла демейді. Сол сияқты шәкәрім енді барлық сөздерді бірдей, діни сөздерді түгел қазақыландырмаған, бірақ қазақтыландырған сөздерінің енді мен анық санаған жоқпын, бірақ пайыздық мөлшері шамамен 80-85 пайызға дейін баратын шығар. Өйткені оның өлеңдерінің ішінде араб сөздерді кездеседі. Мысалы, мынау фахишалап, жаллақ дейтін өлеңдері, немесе сөздері кездеседі, бірақ ең қызығы шәкәрім бұл сөздердің халыққа түсініксіз екендігін біле отырып, ол кісі бұл сөздердің түсінігін өлеңінің соңында түсінігін беріп отырған екен. Сонымен бірге шәкәрім тек қана таза мұсылман дінінің емес, оның философиялық танымдық өлеңдердің танымдық сипаты басым дейтін себебіміз шәкәрім мынау өзге діннен де қарапайым халықты хабардар етіп отыр. Мысалы, Мұса пайғамбар, Жеврей, Таурат, Дәуіт, Зардушт, отқа шоқыну, Будда, Лама, Айса, Нұх, Топ, Інжіл дейтін сөздерді өзінің өлеңінде өте жақсы пайдаланады. Шәкәрім мен Абайда тағы бір ұқсастық бар, ол діни өлеңдердің негізінен дидактикалық сарында жазылады. Абайда да дидактикалық сарын басым, бірақ шәкәрім өлеңдері дидактикалық сарындағы көркем үлгіге жатады деуіміздің себебі осында жатыр. Жанрлық түрлеріне келгенде шәкәрім мен Абайдың арасында ұқсастық өте көп. Екеуі де прозада, поэзия түрінде де өздерінің ойларын жеткізе алған адамдар. Шәкәрімнің бір жинағында 1998 жылы шыққан мектеп баспасынан шыққан жинағында кітаптың соңғы жағында қара сөздер дейтін бір тарауды жеке дара береді. Енді Абай мен бірақ шәкәрімнің қара сөздерінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Қара сөз дегенде бірден көз алдымызға Абай елестесе, шәкәрімнің қара сөздері Абайдың қара сөздеріне мүлде ұқсамайтындығын айта кету керек. Оған әрине арнайы тоқталғанда жөн, уақыт деп ойлаймын. Енді шәкәрім өлеңдеріндегі араб парсы сөздерінің қолданысы екі бағытта.
Біріншісі дінге қатысты, екіншісі діни тақырып. Дінге қатысы жоқ, оқу ағарту, мәдениетке байланысты сөздер, екіншісі діни тақырыптағы өлеңдеріне қара сөздері. Енді дінге қатысы жоқ сөздер, білім, оқу, сауатты, мектеп, шәкірт, кітап жазу, қалам дейтін сөздер болса, діни тақырыптағы сөздердің ішінде шапағат, момын, арап, әділ, алла сүйсу, алланы сүйу, молданың ісін қылма, айтқанын қыл, алла атқан оқ, шарқи фәләк дейтін сөздер, ғажап, бисмилля, халал, алал, бағанағы айтып кеткенде харам, арам дейтін сөздер кездеседі. Бұл енді жиі кездесетін сөздер болғандықтан біз қайталауға ұрынып жатырмыз. Шәкәрім діни сөздердің екі түрінде өте жақсы пайдаланған. Шәкәрім мен Абай өлеңдерінде енді кірме сөздердің үшінші қабаты бар, олар орыс сөздері болып келеді, немесе орыс сөздері арқылы енген шет тілдік сөздер. Бұл ең қызығы, Шәкәрім осы орыс тілінен енген сөздерді болсын, араб тілінен енген сөздердің көбін негізінен тура терминдік мағынасында пайдаланады. Соған қарап, Шәкәрімнің өлеңдері ғылыми стильдегі жазылған өлеңдердегі әрине айта алмаймыз өлеңдерінде, бірақ терминдерді өте жақсы пайдаланған. Шәкәрімнің енді аударма саласындағы еңбегі бар, Абайда да бар дедік, бұл тағы ұқсастық тудыратынын айтып кеттік. Енді аудармамен айналысу үшін де адамнан сауаттылық талап етіледі және жоғары деңгейдегі білімділік қажет етілетін сөзсіз. Енді Шәкәрімнің аудармалары Толстойдан негізінен жасалған, олар көз алдарымызда тұр. Ас-Сархидан Лайли, Ұждан, Ұштауал, Криз патша, Панжизан, Кан, Қол шатыр бұйрығы дейтін өлеңмен жазылған шығармасы да бар. Енді Шәкәрім өлеңдеріндегі діни өлеңдеріндегі тілдік ерекшеліктер, бұл оның жалпы поэзиясындағы ерекшеліктердің негізін құрайды. Егер Шәкәрім мен Абай тек қана ұқсастықтан тұрады дейтін болсақ, біз қателескен болар едік. Шәкәрім мен Абайда ұқсастықтармен қатар өте көп айырмашылықтар бар. Ол айырмашылықтар көбінесе мынау өлеңдердің немесе екі ұлы адам поэзиясының көркемдік жағынан туындайды. Шәкәрімде философиялық тұрғыдан жазылған өлеңдер басым, және Шәкәрімнің сөз қолданысы Абайға мүлде ұқсамайды. Мен айтып отырғаным, поэзия тұрғысынан алғанда өлең құру, өлеңнің архитектурасын жасау, ол Абайға қарағанда бөлек, бірақ Шәкәрімнің Абайға еліктеп жазған өлеңдерге өте көп. Мысалы, Мұңлы шал дейтін өлеңінде тазару, шаңқию дейді, тұрмыстың тіршіліктің кірлерінен арылу дейтін мағынада сопылыққа бас ұрған шал жасындағы Шәкәрім мынандай сөздерді пайдаланған екен. Би болыс, епті жігіт атаман деп, көп түстің ерегіспен талқыға да, кейде елді көп жемдеп партияға, әркімге ала солдың жалпияда, кейде дұспаныңа айбар қылып сөйлеудің батыр сыныпқа бияда дейтін қарасаңыздар, Абай мен Шәкәрім өлеңдеріндегі ұйқас жасау, рифма құрудың екі бөлек екендігін байқауға болады. Шәкәрімде де, Абайда да негізінен екі ақынның да идео стилінің негізін бағана айтып кеткендей, тазалық, ар, ұят, адамгершілік сияқты негізгі тірек сөздерді негіз ете алып құрайтын белгілі. Соның ішінде мен пәнші дейтін сөзге тоқтала кеткім келіп тұр. Пәнші дейтін сөз бұл пәнші дейтін сөз бұл Алланың барлығын жоққа шығарған теистерді Шәкәрім пәнші dedi. Мына өлеңнен көрініп тұрады. Дін айтты мағаннан дейді, адасқан дінді пән дейді. Дәл осы пәннен келіп пәншіні шығарады. Молдалардан дін сұрасаң, сандықтап сандалар, пәншілермен бас құрасаң, жан құдай жоқ деп тұрады дейді. Бұл пәнші туралы Шәкәрімнің әрине қарап отырсаңыздар бағалауы
негативті екендігін байқауға болады. Енді абай мен абайда да шәкәрімде де алдыңғы жаңағы алдыңғы дәуір әдебиетінен тілдік сабақтастық бар. Тарихи дәстүрдің іздері екеуінде де сақталған. Ондай іздердің сақталуын мынау ассонанс, аллитерация дейтін поэзия құраудағы тәсілдерден байқауға болады. Мысалы, қатып қалған жемнен қаймағы бар бал шықты. Қайғылы біздің көңілден қайғырған сайын қан шықты. Жанған оттай жалындап, жайлауға қарай ел көшті, жанбақ түгіл жабырқап, жарарлы жүрек қайта өшті дейді. Бұл 98 жыл шыққан шығармаларында берілген өлең. Ал енді осының алдында бағана айттым, мен үш тұлғаны бірдей салыстыра отырсақ, екі шәкәрімнің және абайдың да тілдік тұлғалары айқындала түседі. Мысалы, абайдың алдындағы дулатта тарихи сабақтастық мынандай қолданыстардан көрінеді. 6 қару асыну, 62 айлалы, күпшек сан, кезенген жауды қашу, алмас семсер асыну, күрек тұсын қасқайтып суық сүю дейтін мынау ауыз әдебиетінен келе жатқан қолданыстар, метафоралар қолданылса, әсіресе көркемдік тәсілдер қолданылса, шәкәрімде мұндай қолданыстар жоқтың қасы, мұндай қолданыстар ұшырату қиын. Шәкәрім не бар, соны қарапайым жаңағы сол дәуірдің тілімен ғана сөйлейді. Келесі мысалы ерекшелік бұл әйел мен ердің қасиеттерін салмақтап, әр жасқа тән ерекшеліктерді сипаттау, мысалы 15 пен 18 арасындағы жырауларда өте көп ұшырасатын ерекшелік. Мысалы, дулатта былай бар: жаман болса қатының, қонбаса айтқан ақылың, үйіңнің іші жау болып, отыңның басы дау болып, белдеу жадан жаман жоқ дейтіндегі осы сияқты жаңағы өлеңдер бұл шәкәрімде жоқ. Шәкәрімде мынау жасқа байланысты өлеңдер бар, бірақ оны балалық, жастық, кәрілік сияқты осы әр кезеңіне, әр жасқа, әр кезеңге тән жағымсыздықтарды тізбелеу, оларды сынау, сөйтіп отырып, ақыл сілтеу, дидактикалық ой айту мағынасында жазылған, үлгі өнегелік мағынада жазылған өлеңдерден тұрады екен. Риторикалық сұрау өткен дәуірмен сабақтастықты білдіретін бір ерекше құрал. Риторикалық сұрау шәкәрімде бар, бірақ шәкәрімнің риторикасы ғылымиланған риторика деуге болады. Бұл жерде мысалы сауалдан сауал туындыратын риторика деуге болады. Мысалы, жанды билей ме екен дене, болса бір сипат тәннен шыққан, билер жан неге дейді. Бір емес, екі сұрау тұр, екі сұраудың да сауалы жаңағы ғылымға адамды итермелейді. Қайран терең ойын, қартайып тоздың ба, еріншек бұл бида создың ба, сен барша адамнан озам деуші едің, мынау кәріліктен оздың ба дейтін сөзін қарасаңыздар, дулаттағыдай 66 айлалы, 6 қаруға асынған деген сияқты, немесе арыстандай ақыру, алтын қарға арлану дейтін сияқты әсірелеу жоқ, кәдімгі ғылыми сипаттағы өлең жолдарын көруге болады. Шәкәрім философ ақын дейміз. Ол философиясы оның афоризмдік қолданыстарынан өте жақсы көрінеді. Ондай афоризмдік қолданыстар Шәкәрімнің өлеңдерінің өн бойынан кездеседі. Бұл ерекшелік Абайға да тән. Мен Абайдың афоризмдерін айтып жатпаймын, ол бүкіл халыққа таныс. Шәкәрімде мынандай афоризмдерді мен бөліп алып қарадым. Өмір бойы қуанбақ шындысы ғой. Ажал алмай қоймайды ешкімді аман. Өмір деген жастықтан қартаймақ па? Санасызға жаза жоқ. Достым, досқа достық қыл. Өмір өзақ береді, тағдырға қарсы соқтық бар. Пендесін аштан өлтірмес. Қарсы болма Құдайға дейтін сияқты афоризмдерді, әрине олар өте көп, ішінен бірен-сараны ғана көрсетіп отырмыз. Енді Абайда да Шәкәрімде де өткен дәуірмен сабақтастық, нәмәр сияқты сөздердің қолданысымен, өнералды қызыл тіл дейтін тіркесімдеу солардың қолданысынан байқалып тұрады. Шәкәрім сонда дулаттан бастап
абай қостаған және шәкәрім әрі қалай ілгерілеткен жазба дәстүрге үлгісі сіздер бағанадан бері оқыған өлеңдерден байқап отырсыздар. Шәкәрім мен абай бұлар абстрактылы мағыналы сөздерді өлең мәтіндерінде ең көп пайдаланған, шежірелердің тілінде пайдаланған, поэмаларда пайдаланған ұлы шығармашылық тұлғалар болып саналады. Бұл шәкәрім ол үшін өзінің ұстазы абай және сол дәстүрдің негізін қалаған дулаттың алдында да парыздар деп есептеймін. Бұл мысалы рахым ұят арының бетін топырақ жасырған. Сабыр айтты, мына сөз сабырымды қайнатты. Алдаусыз адам өмірін түзетерлік, әділет, ынсап, мейірім бар ма адамда дегенде, мына абстракты сөздердің қолданысы абай қолданған абстракты сөздердің қолданысынан ешбірде кем емес. Ең қызығы шәкәрімде дулаттан, ақтамбердіден бері қарай келе жатқан абстракты сөздерге қаратып сөйлеу, абстракты сөздерге қаратпа сөз ретінде қарау бар. Мысалы, шошыма ойым, шошыма дейтін сияқты өлең жолдары шәкәрімде бар. Ақыл, ой, ашу, ынсап, әділет, мейірім, шыдам, шын, көңіл, өмір сүру дейтін аксиологиялық мәнді сөздер, бұлар шәкәрім өлеңдерінің лейтмотивін құрайтын, шәкәрімнің идео стилін құрайтын сөздерге жатады. Шәкәрімде ерлік, батырлық тақырыбына арналған, оқиға ортасында өз жүретін Махамбет секілді өз кейіпкер болатын, соғыс іс-қимылдарын суреттейтін өлеңдері жоқтың қасы. Ал мынау абайда кездесетін шыбындап бас изеу, күштілердің сөзі айтса, шыбындаймын бас изеп деген, бас асау, кешіріңіз, сөзіңізді бөліп жатырмын. 4 минут уақытымыз қалды. Ноқтаға басы керілу дейтін әдемі тіркестер, керемет метафоралар шәкәрім поэтизмдерінің ішінде жоқ. Бірге жүріп, бірге жұмсау, үйір болу, қасқырлығын көрсету, әлсізді аңша қыру, өрісі кену, иттей арсылау дейтін сияқты ғана образдар бар. Әрине ол абайның метафораларымен шендеспейтін метафоралар. Менің енді ең айтайын дегенім мынау діни сөздеріндегі, ол енді менде салыстырылып берілген, діни сөздеріндегі әрбір жеке сөзге тоқталдым. Мен мысалы мынау жаралыс дейтін сөзді алайық. Абайда абай қолданысында жоқ, шәкәрім бұны терминдік мәнде жаратылыс деген мағынада қолданады. Абайда зындан сөзі жоқ, ал енді шәкәрімде ол бар. Бақсы сөзі шәкәрімде жиі пайдаланылады. Бұл абайда бақсы сөзі бірақ жерде кездеседі екен, моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшының дегенде. Ал енді шәкәрімде ол жиі қолданылатын сөз. Тағы да мынау жын дейтін, құлшылық қылу дейтін сияқты сөздер, жар дейтін сөз, жан дейтін сөздердің қолданысына мен әрине және шәкәрімдегі перифраздар мен абай дулаттың перифраздарын салыстырдым. Олар әрине жеке сөз ретінде тұратын нәрселер. Олар діни, қоғамдық саяси лексика, рухани және материалдық лексика элементтер ретінде жеке талданды, жеке слайдтар жасалды. Енді менің оған уақытым қалмай отыр. Мен абай мен шәкәрімнің жалпы шығармаларындағы жалпы ұқсастықтар және метафоралардың қолданысындағы, бейнелеуіш тәсілдердің қолданысындағы ұқсастықтарға ғана тоқталып өттім. Міне сіздердің алдарыңызда енді шәкәрім мен абай өлеңдеріндегі шығармаларындағы тілдік параллельдің кейбірі ғана айтылды. Тыңдағандарыңызға рахмет.